Баршаңызға сәлем, сіздермен Манат. Бүгін біз бешбармақ қамырының мұздатқышта сақталу жолымен таныстыратын боламыз. Осылай мен ыдысыма бір кесе су құйып, бір ас қасық тұз салатын боламын және барлығын тұзымызды толықтай ерігенше осылай қасықпен қозғап отыратын боламын. Және мен бұл жерде 2 жұмыртқа қолдандым. Бұдан да көп, яғни 3-4 жұмыртқа қолдансаңыздар да болады. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыз. Сол кезде менің жаңадан шыққан рецепттерімді бірінші болып сіз танысатын боласыз. Осылай жұмыртқамыз суымызға бір қалыпты деңгейге енгенше осылай қасықтың көмегімен жақсылап қозғап аламыз. Енді кезекте електен өткен ұнымызды аз-аздан салып, бірінші осылай қасықтың көмегімен, кейін қолдың көмегімен зуала етіп қамыр илейтін боламыз. Барлығының мөлшерін мен описанияда көрсететін боламын. Ұнымызды бөліп салатын боламын. Осылай қасықпен жақсылап қолға жабыспағанша қасықпен араластырып аламыз. Кейін осылай қолымызбен зуалағып илейтін боламыз. Құрметті менің көрермендерім, егер сіздер оңай әрі тез дайындалатын рецепттердің түрлері қажет болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздермен жеңіл әрі оңай жасалатын тамақ рецепттерінің түрлерімен таныстыратын боламын. Міне қамырымызды бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қойдым. Енді кезекте сол қамырымызды алып, осылай ұрпақ сеуіп, яғни ұн сеуіп, астына осылай зуала етіп алатын боламын. Жақсылап июі қанған қамыр өте тез жайылады және көрінісі де өте керемет болады. Міндетті түрде қамырды жарты сағатқа демалдыру қажет. Осылай қамырымызды бірінші кезекте қолмен жұқартып, кейін ұрпақ сеуіп, оқтаудың көмегімен жаятын боламын. Мен YouTube каналымда көрсеңіздер болады, мен қамыр жаю әдістерінің көрсеткен болатынмын, сол жерден көрсеңіздер де болады. Осылай қамырымызды дөңгелектеп, үлкейтіп, жұқартып, жайып аламыз. Бірінші осылай оқтауымызбен жұқартып, кейін оқтауға осылай орап, тек 2 шетін ғана баса отырып қамырымызды үлкейтіп аламыз. Жайып отқан қамырымыздың ортасын баспауымыз қажет, ортасы өзі жұқарып жайылады. Тек 2 шетін ғана басып жайып отыратын боламыз. Осылай айналдыра қамырымыз жұқарғанша осылай жайып аламыз. Құрметті көрермендерім, менің каналым дамуына үлес қосам десеңіздер, поделиться бастырмасын басып, WhatsApp желісі арқылы достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Міне осылай жұқартып жайдым. Әлде де бұл қамырымызды жаю қажет, өйткені қалыңдығы бар. Қалыңдығы, жұқалығы қандай болу қажет, сол үшін мен сіздерге қамырды толықтай жаюын көрсетіп жатырмын. Тек 2 шетін ғана болса басып отырамыз. Көріп отырғандарыңыздай қамырымыз бір тегіс болып жайылып жатыр. Қамырымыз дайын, өте біртекіс жайылды, көріп отырғандарыңыздай өте керемет жайылды. Енді кезекте астына жұмсақ, ең жұқа, базардағы ең жұқа пленканы сатып алдым. Менде 2 метр сатып алдым. Осылай үлкен бір зуала қамырымызға жететіндей етіп алдым. Осылай бір бетіне сәл асырып, қамырымыздың бір шетін пленканы аударып жабатын боламыз. Екінші бетінде де дәл солай.
Қамырымызды клеенкамен қосып осылай бүктейтін боламыз. Бір тегіс бүктелуі қажет. Осылай бірінің үстіне аударып отырып қамырымызды жинайтын боламыз. Бір тегіс болу қажет. Енді кезекте екі шетінде дәл осылай ортасына қарай осылай бүктейтін боламын. Ортасына тағы бір бүктеп жинаймыз. Осылай мұздатқышта сала берсеңіздер болады. Менің каналым ұнаса, сіздерге лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Менің видеом сіздерге пайдасын тигізеді деген ойдамын. Барлығыңызға